Ассалямуалейкум, сәлем баршаңызға. Сіз зімбірдің пайдасымен қоса зиянды екенін деп білесіз бе? Егер де оның зиянды екенін білмесеңіз, мені арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен зімбірдің пайдасы туралы айта кетейін. Зімбірдің тамырында А, С, В1, В2 дәрумені мен магний, фосфор, темір, кальций, натрий, цинк және калий сынды минералды заттар, түрлі пайдалы амин қышқылдары бар. Зімбір арықтауға көмектеседі. Зімбір қанды қыздырып, айналымын жақсартады. Соның арқасында асқазан жұмысы мен зат алмасымы күшейеді де адамның арықтауына септігін тигізеді. Тұмауды емдейді. Зімбірдің бактерия, вирус пен қатерлі ісікке қарсы тұрар қуаты өте көп. Сондықтан зімбір шайын дайындап немесе зімбір мен эфир майын қосып ингаляция жасау арқылы тұмаудан тез сауығуға болады. Ал эпидемия кезінде зімбірдің адам иммунитетін қалыптастырудағы маңызы өте ерекше. Қан қысымын түсіреді. Жоғарыда айтқанымыздай, зімбір қан айналымын күшейтеді. Соның есебінен қан қысымы да төмендейді. Сондай-ақ миға оттегі айдауға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Зімбірдің құрамында дәрумен көп. Әсіресе В тобына жататын дәрумендер мол. Аскорбин қышқылы мен ретинол бар. Ал бұлар адам иммунитетін күшейтуге өте жақсы көмегін тигізеді. Токсикозбен улануды қайтарады. Зімбір қан айналымын жақсарту арқылы ішек спазмасын желіндетіп, содан тағам уытын тез қайтарады. Ол үшін зімбір кішкене бөліп алып, шайнап, сумен жұту керек. Ал зімбірдің зиянына келетін болсақ, зімбір өте қатты, уытты өсімдік. Сондықтан оны пайдаланғанда абай болған жөн. Әсіресе зімбірдің шайын ішерде өте сақ болған абзал. Дәмі азап ашыған не қышқылға айналған тәрізді болса, онда оны ішпеген жөн. Зімбірді жеуге, ішуге болмайды. Гастрит, асқазан жарасы бар адамдарға. Зімбір асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан асқазан қышқылы көбейген жағдайда зімбір шайын ішпей-ақ қойған жақсы. Бүйрегінде тасы барларға. Зімбір бүйректегі тастың әрі-бері қозғалуына әсер етуі мүмкін. Ал бұл бүйрекке жақсы емес. Дене қызуы жоғары кезінде. Зімбірді дене қызуы жоғары кезде 38-5-тен жоғары болған кезде ішуге болмайды. Өйткені қызуды одан әрі көтеріп жіберуі мүмкін. Ал дене қызуы енді көтеріле бастағанда, оны қайтаруға зімбір шайының пайдасы өте мол. Жүрек ауруы бар адамдарға. Миокард, ишемиялық жүрек аурулары, қан қысымы жоғары, инсульт, инфаркт алған адамдарға зімбір шайын көп ішуге болмайды. Өйткені жоғарыда айтылғандай, қан айналымы күшейіп, жүрекке салмақ түсуі мүмкін. Жүктіліктің екінші кезеңінде негізінен зімбір жүкті әйелдердің жерігін басуға септігін тигізетін өсімдік. Бірақ оны жүктіліктің екінші кезеңінде қолдануға болмайды. Өйткені қан қысымын көтеріп жіберуі мүмкін. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, мені арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басыпты ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.